Жылама, еркектер жыламайды деп балаға айту дұрыс па? Көпшілік ортада әлі күнге дейін жылама, еркектер жыламайды деген сөзді жиі естиміз. Бұл сөздің астарында баланы шынықтыру, батылдыққа тәрбиелеу ниеті жатқандай көрінуі мүмкін. Алайда қазіргі психология мен бала тәрбиесіне қатысты зерттеулер мұндай сөздердің баланың эмоциялық дамуына теріс әсер етуі мүмкін екенін көрсетеді. Ең алдымен, жылау әлсіздіктің белгісі емес. Жылау адамның табиғи эмоциялық реакциясы. Қайғы, қорқыныш, реніш, ауырсыну немесе қатты қуаныш кезінде адамның көз жасы шығуы қалыпты құбылыс. Бұл қасиет қыз балаға да, ұл балаға да бірдей тән. Егер бала жылап тұрса, ол өзінің ішкі сезімін сыртқа шығарып жатыр деген сөз. Мұндай сәтте оған эмоциясын басуды емес, оны дұрыс түсініп, қауіпсіз түрде жеткізуді үйрету маңызды. Еркектер жыламайды деген сөз ұл балаға ерте жастан бастап өз сезімін жасыру керек деген түсінік қалыптастырады. Бала уақыт өте келе қорқынышын, мұңын немесе күйзелісін көрсетуді ұят деп қабылдауы мүмкін. Соның салдарынан ол өз мәселесін ешкіммен бөліспеуге, ішкі жан дүниесін жабық ұстауға үйренеді. Бұл жасөспірім шақта және ересек өмірде күйзелістің күшеюіне, ашуды басқаруда қиындықтарға немесе психологиялық қиындықтарға алып келуі ықтимал. Эмоцияны басу мен эмоцияны басқару екі түрлі нәрсе. Балаға жылама деп тыйым салудың орнына сен ренжіп тұрсың ба? Не болғанын айтып берші, мен сені түсінемін. Жылауға болады, бірге шешім табамыз деген сөздер әлде қайда пайдалы. Осылайша бала өз сезімін тануды, оны сөзбен жеткізуді және қиын жағдайдан шығудың жолын іздеуді үйренеді. Кейбір ата-аналар ұл бала тым сезімтал болып өсіп кетеді деп алаңдайды. Алайда эмоциясын түсінетін және оны дұрыс жеткізе алатын бала әлсіз емес, керісінше психологиялық тұрғыдан мықты болып қалыптасады. Ол өзгелердің сезімін де түсіне алады, жанжалдарды күш қолданбай шешуге бейім болады және қиындықтарды сабырмен еңсеруге үйренеді. Бұл қасиеттер болашақта жақсы әке, сенімді дос және жауапты азамат болуына ықпал етеді. Әрине, балаға кез келген жағдайда шексіз жылай беруде дұрыс емес. Тәрбие барысында оған эмоцияны реттеуді де үйрету қажет. Мысалы, қатты ренжісе, алдымен тынышталып алу, терең тыныс алу, өз ойын айту, немесе көмек сұрау сияқты дағдыларды меңгергені маңызды. Бірақ мұндай қабілет баланың сезімін жоққа шығару арқылы емес, оны қабылдау арқылы қалыптасады. Қазақ халқында ер азаматқа батырлық, сабырлылық, төзімділік сияқты қасиеттер ерекше бағаланған. Дегенмен сабыр сақтау сезімді жоққа шығару деген сөз емес. Батыр адамдар да қайғырған, жақынын жоқтаған, қуаныштан көзіне жас алған. Демек, ер адамның жылауы оның әлсіздігін емес, адам екенін көрсетеді. Психологтар ата-аналарға баланың мінезін, эмоциясын басу арқылы емес, оны дұрыс басқаруға үйретуге кеңес береді. Егер ұл бала жыласа, оны ұялтудың немесе сен еркексің деп қысым жасаудың орнына оның не сезініп тұрғанын түсінуге тырысу қажет. Мұндай қарым-қатынас бала мен ата-ана арасындағы сенімді нығайтады және баланың психологиялық саулығына оң әсер етеді. Қорытындылай келе, жылама, еркектер жыламайды деген сөзді балаға айту дұрыс емес деуге болады. Бұл сөз уақытша ғана әсер етуі мүмкін, бірақ ұзақ мерзімде баланың өз сезімін қабылдауына және білдіруіне кедергі келтіруі ықтимал. Оның орнына баланың эмоциясын қабылдап, түсіністік танытып, оны сезімін дұрыс басқаруға үйреткен әлдеқайда тиімді. Нағыз күш көз жасын жасыруда емес, өз сезімін түсініп, оны дұрыс жеткізе білуде.